Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі жарық жұлдыз атты жобамыздың қонағы білімділер мен ептілер арасында бәйгеге түскен шахматшылар арасындағы додадан халықаралық деңгейдегі жеңімпаз атанған Ерасыл келіп отыр. Ерасыл, қош келдің. Өзіңді таныстырып өтсең? Мен Марат Ерасыл, Мұқағали Мақтаев атындағы нөмір 140 гимназияның 6-Е сынып оқушысымын. Жақсы, танысқаныма өте қуаныштымын. Ерасыл, сен тап қазір халықаралық деңгейдегі шахматтан жеңімпазсың. Осы орайда саған бір сұрақ қойғым келіп отыр. Осы шахматқа келуіне кім немесе не себеп болды? Мен 5 жаста болған кезде балабақшамда қыздар 7 майға бізге шахмат сыйлаған және әкем маған фигуралардың аттарын үйреткен. Содан кейін мектепке келгенде мектепте шахмат үйірмесі болған және мен оған жазылып шахмат ойнауды бастадым. Өте жақсы. Шахматпен айналысқанда өзіңді қалай сезінесің? Кішкене қобалжу болады, бірақ қуаныш сезімде болады. Жақсы. Жалпы жеңіспен қатар жеңіліс те жүреді. Сенің осы талай рет жеңіске жеткен сәттеріңді көрдік. Осы сен жеңіліске жеткен кездерің болып па еді? Және де өзіңді қалай сезіндің? Иә, әрине болды. Менде кішкене қобалжу болды ма? Иә, қобалжу болды. Бірақ мен бұл жеңілістен үлгі алдым. Бұл қарсыласқа енді жеңілуге тырыстым. Жақсы. Ал осы сен өзің ойнаған кезде күтпеген жеңістерің болып па еді? Иә, мысалы бір рет менде нашар позиция болған, бірақ менің қарсыласым қателік жіберіп, менде жақсы позиция бола бастады және содан кейін мен жеңіп алдым. Және тағы да менде кенеттен жеңілістер де болды. Қандай жақсы. Сонда сен қарсыласың бір дұрыс қадам жасамағандықтан сен соның позициясын мықтап былай қарап отырып, өзің жол жүріп, жеңіп кеттің бе? Саған ондай да болып екен ғой. Жақсы. Олай болса саған келесі сұрағым. Жалпы шахматшылар кітапты көп оқиды, иә? Осы шахмат жайлы бір аңыздарды білесің бе? Иә, бір аңыз білем. Айтып бере қойшы. Бір патша қаза тапқаннан кейін оның 2 баласы таққа таласып соғысады. Анасы кіші баласының қайтыс болуына қайғырып, үлкен баласына не үшін сендер соғыстыңдар деп ұрысты. Сол кезде үлкен ағасы барлық даналарды шақырып, тақтайшаны алып, түрлі тең шаршыларға бөлді. Керлерді, пешкаларды қойды. Ал содан кейін пешкалардың астында және орта жерде король, шах болды, патша. Оның қасында уәзірі болды перс. Ал оларды 2 пілді әскер, 2 тиелі немесе атты әскер. Содан кейін 2 ладья қоршап тұрады. Үлкен ұлы анасына соғыста не болғанын және қалай шахмат болғанын түсіндірді. Өте жақсы, қызықты оқиға екен. Жалпы шахмат сөзінің мағынасын да түсіндіріп өттің. Саған үлкен рахмет. Жалпы осы шахматтан басқа сен өзінің қандай қызығушылықтарың бар? Тағы да кубик Рубик жинаймын, тағы да жүзуге қатысамын. Саған соның бәріне уақыт тауып жүргенсің ғой. Жарайсың. Олай болса менде қазір өзіммен бір кубик Рубигім бар. Соны мен қазір ауыстырып тастаймын да. Сен соны маған жинап берсең. Мен саған 3 минут жеткілікті ме? Қанша минут? 1,5 жарым? Сен жылдам екенсің ғой. Мүмкін тезірек болады. Жақсы, онда қазір көрейік. Олай болса, құрметті көрермендер, мен өзіммен бірге кубик Рубикті алып келдім. Және де қолымда телефоным бар. Қазір таймерді қойып, Ерасылды сынайтын боламыз. Олай болса. Жақсы, олай болса. Бастайық. 1,
қазір қарап алайын. Қарап ал. 1, 2, 3. Болды. Саған стоп. Саған сен рекорд жасадың ғой. 1 минут та болған жоқ. Достар, өздеріңіз қараңыздар. 54 секундтың ішінде кубик Рубикті бізге Ерасыл күштілеп тұрып жинап берді. Жарайсың, Ерасыл. Сен мықты, мәссаған. Мен бұлай жинай алмаймын ғой. Жақсы, олай болса келесі кезекте Ерасыл, сен өзінің мектебін, сыныбын, сыныптастарын және ұстазың жайлы айтып өтсең. Менің сынып жетекшім бастауыш сыныптарда Айкүміс апай болған, қазір менде Сафра апай. Математикадан Жанар апай берді, ол менің жақсы математик болуына септігін тигізді. Сыныбым өте әдемі, мектебім де өте әдемі. Өте жақсы. Сізге менде бір сенші хабарым бар. Қандай? Мен Назарбаев зияткерлік мектебіне түстім, тағы да РФМШ-ға түстім. Енді келесі жылы мектептердің біреуіне баратын сияқтымын. Қандай күшті. Бұған себепкер менің мектебім және ұстаздар. Саған бұл керемет жаңалық қой. Жарайсың, Ерасыл. Осы орайда мен өзімнің мұғалімдеріме, тағы да мектеп басшысына көп алғыс білдіремін. Жарайсың, Ерасыл. Алла сенің зейініңді ашсын, биік белестерді бағындырып жүре бер. Олай болса, біздің өзіміздің шахматымыз бар екен. Екеуміз шахматтан сайыссақ, қалай қарайсың? Жарайды. Жақсы. Қарап отырып. Ыстылмай жатып, сені жеңіліп қалатын сияқтымын. Сонда да ойнап көрейін. Ерасыл, ойын басталмай жатып, мен тығырыққа тіредім ғой. Жүретін жері бар ма? Ой, рахмет. Бай. Атымды қойсам. Екі фигура орын ауысатын еді ғой, әлде ол жүрмей тұрып па? Жүрмей тұрып. Жүрмей тұрып та ой ғой. Енді сен бар кен. Жүре алмайсың. Жүре алмай ма? Иә. Ай, мен тақта тұрдым ба? Ой, сіз онда мына жерге жүре алмайсыз. Онда не істеп? Мына жерге жүре алмайсыз. Жарайсыз көреміз. Мат. Тоқта, шынымен ба?
Ой, жүре алмаймын. Ой, жүре алмаймын. Достар. Мен жеңіліп қалдым. Жақсы, олай болса сені қазір шахматшы ретінде емес, Мақатаев мектебінің шәкірті ретінде сенің бір өнеріңді көрсек. Тақпақ айтып берейін. Отан туралы. Мақатаевты білген бе? Иә. Тыңдап көрейік. Мен оның күнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті тінін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, боз торғайы болғаның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өсем. Отанды сүймеуіңде күйік екен, отанды сүйгеніңде күйік екен. Мәссаған, мықты екенсің, жарайсың. Керемет ақып бердің бізге. Осы шахмат саласынан бір үлгі тұтатын адамың бар ма? Я, ол Магнус Карлсон, тағы да Ян Непомнящий, және Қазақстаннан Ринат Жұмабаев. Жақсы, керемет. Саған тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Назарбаев зияткерлік мектебі, не болмаса республикалық физика-математика мектебі. Осы екеуінің арасында бір таңдау түссе, қайсысын таңдар едің? Мен әлі ойланып жатырмын, бірақ РФМШ-ға барғым келеді. Жақсы, керемет. Менің тағы да бір емтиханым қалды, ол КТЛ-ға экзамен, ол 30 апрель болады. 30 сәуір ма? Иә, 30 сәуір. Жақсы, керемет. Бұйырса тесттен өтіп кетіп, жақсы бал ал, жақсы керемет мектепке түсіп кет, білімді жетілдіріп жүре бер. Қателеспесем, Ерасыл, сен осы емтихан тапсырып, қала бойынша бірінші орынға көтеріліпсің. Мен ол кезде 1446 балл жинадым. Нешеден? 1500-ден. 1500-ден? Мәссаған, өте жоғары жинапсың ғой. Жоқ, бірақ ол қаладан емес, ол ХБН. Химия, биология. Бақыт бойынша ма? Ал қаладан 4-ші орын. 4-ші орын? Ол да керемет қой, жарайсың. Сөз соңында өзінің замандастарына айтар тілегің бар ма? Иә. Айта болсаң. Менің сыныптастарым жақсы оқи берсін, ұстаздарым аман есен болсын, 140-шы гимназия жарқырай берсін. Жақсы. Бүгінгі біздің жарық жұлдыз атты жобамыздың түсірілімі өз мәресіне жетті. Қонағымыз болған шахматшы Ерасыл. Олай болса, келесі түсірілімдерде кезіккенше қош сау болыңыздар. Ерасыл, сен жасың нешеде осы? 11-де. 11-де? Мен 18-дем. Тіпті 11 жасында да сен сияқты бұлай керемет шахмат ойнап, кубик-рубик мүлде жинай алмайтын мен. Басын қағып, басын қатып, налап, сындырып, сен орындарын ауыстырып отыратын мен кезінде. Сен кәдімгі екенсің ғой. Осындайлардың өзінің бір құпиясы болады ма? Естетсің? Формулар бар, мен... Жаттағансың ба? Иә. Маған да үйретесің, мен де жаттап алайын. Айтпайсың ба деймін? Айтпаймын. Неге? Жарайды. Айтасың ба? Иә. Онда камераны өшіріп қойып, сен ешкім айтпа маған. Жарай ма? Сен үйреніп алайын. Кейін мына басқаларға көрсет. Қараңдар, мен өзім жинады деп көрсетеме.